Саламатсыздар ма? 4-ші сынып білім алушылары. Математика сабағына қош келдіңіздер. Бүгінгі сабақтың тақырыбы өнімділік, бірлескен жұмыс. Бүгінгі сабақта біз бірлесіп жұмыс істеуге берілген есептерді шығарып үйренеміз. Тапсырмаға назар аударайық. Кәсіби мереке демалыс күні болып есептелмейді, бірақ достарыңды, таныстарың мен туыстарыңды құттықтауға болады. Шамаларының бірдей мәнін тап. Сонда сен мына мамандық иелерінің өз мерекелерін қай күні атап өтетіндіктерін білетін боласың. Тапсырманы орындайық. Балалар, экрандағы дұрыс жауаптармен өз жауаптарымызды тексерейік. Геологтер күні сәуірдің алғашқы жексенбісі. Полиция күні 23 маусым. Кеншілер күні тамыздың соңғы жексенбісі. Мұғалімдер күні қазанның алғашқы жексенбісі. Бұл кәсіп иелері бірлесіп жұмыс жасап, еліміздің дамуына үлкен үлес қосуда. Балалар, мына формулаларға назар аударайық. Бірлескен өнімділікті табу үшін екеуінің еңбек өнімділіктерін қосу керек. Бірлесіп еңбек еткен екі қатысушының жұмыс уақытын білу үшін орындалған жұмыс көлемін бірлескен өнімділікке бөлу қажет. Бірлесіп орындаған жұмыстың көлемін білу үшін бірлескен өнімділікті жұмыс істеуге кеткен уақытқа көбейту керек. Осы формулаларды қолданып есеп шығарайық. Екі баспахана 1200 кітап басып шығаруы қажет. Бірінші баспахана барлық кітапты 6 күнде, ал екіншісі 12 күнде басып шығарады. Екі баспахана бірлесіп жұмыс істегенде, осы кітаптарды қанша күнде басып шығарады? Балалар, есепте барлығы 1200 кітап. Бұл кітапты бірінші баспахана 6 күнде басып шығарса, екінші баспахана 12 күнде басып шығарады. Екі баспахана неше күнде барлық кітаптарды басып шығарады? Ол үшін өнімділіктің формуласын қолдана отырып, бірінші және екінші баспаханалардың өнімділіктерін анықтап алып, екі өнімділікті қосып, бірлескен өнімділікті анықтаймыз. Бірлескен өнімділікті қолданып, уақытты анықтаймыз. Балалар, есепті шығару жоспары бойынша есептейік. Бірінші баспахананың өнімділігі қандай? Ол үшін жұмыс 1200-ді бөлеміз, уақыт 6 күнге. Сонда күніне 200 кітап өнімділікпен жұмыс істейді. Екінші баспахананың өнімділігі қандай? Ол үшін жұмыс 1200-ді бөлеміз, уақыт 12 күнге. Сонда күніне 100 кітап өнімділікпен жұмыс істеген. Бірлескен өнімділік қандай? Бірінші өнімділік 200-ге, екінші өнімділік 100-ді қосамыз. Бірлескен өнімділік күніне 300 кітап. Бірлесіп жұмыс істегенде, екі баспахана барлық кітаптарды қанша күнде басып шығарады? Жұмыс 1200-ді бірлескен өнімділік 300-ге бөлеміз. Сонда бірлесіп жұмыс істегенде, екі баспахана барлық кітаптарды 4 күнде басып шығарады екен. Балалар, түсіндіңдер ме? Енді келесі тапсырмаға назар аударайық. Шебер мен шәкірті 3 сағат бойы бөлшектер дайындады. Шебер сағатына 20 бөлшек, ал оның шәкірті дәл сондай уақытта шебердің жасаған жұмысының жартысын орындады. Осы уақыт ішінде олар бірлесіп қанша бөлшек дайындады? Әрбір есепті шығару жоспарын құр
және оларды шығар. Сен қандай формулаларды қолданасың? Балалар, есептің шартын дұрыс құрып, шешуін табайық. Балалар, экрандағы дұрыс жауаптар мен өз жауаптарымызды тексерейік. Жарайсыңдар, балалар. Шебер мен шәкірті бірлесіп 90 бөлшек дайындаған екен. Келесі тапсырмаға қарайық. Кесте бойынша өрнек құр және жаз. Олардың мәнін тап. Балалар, экрандағы дұрыс жауаппен өз жауабымызды тексерейік. Есепті дұрыс шығарды деп ойлаймын. Мен сендерге сенемін. Балалар, бүгін біз бірнеше мамандық иелерінің өз мерекелерін қай күні атап өтетіндерін және бірлесіп жұмыс істеуге берілген есептерді шығаруды үйрендік. Бүгінгі сабақ түсінікті болды деп ойлаймын. Сабақ аяқталды. Сау болыңыздар.